Бәріңе сәлем. Мен бүгін сіздерге «Сумерки» фильмінің екінші бөлімін қысқаша айтып беретін болам. Бейне басталмас бұрын әдеттегідей арнаны қолдап, пікір қалдырып жүрген достарыма алғысымды айтам. Егер де жолдан қосылған көрермен болсаңыз, арнаға тіркеліп, бейнені достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Фильм Белла мен Эдвардтың орманда жүрген көрінісінен басталады. Белла өзін қартайғандай сезінеді, себебі түсінде өзін қартайып, ал Эдвард сол қалпы жас болып қалғанын көреді. Бұл оны қатты мазалайды. Көп ұзамай Белланың туған күні келеді. Ол 18 жасқа толды. Белла қартайып жатқанын сезіп, Эдвардтың өзгермейтініне қапаланады. Белла, твое рождение повод для праздника. В отличие от старения. Мектеп ауласына Джейкоб те келді. Ол да Белланы туған күнімен құттықтап, оған тұмар сыйлайды. Осыдан кейін Эдвард Беллаға үлкен суретті көрсетіп, ертеден келе жатқан өте мықты вампирлердің Валтуре деген тайпасымен таныстырады. Карлайл да кезінде олардың қатарында болған екен. Бұл вампирлер адам өмірін бағаламайды, алайда мәдениеті мен ғылымды өте құрметтейді. Вампирлердің өздерінің заңдары бар, және олар заңды өте қатты ұстанады. Олардың заңдары бойынша вампирлер адамдарға өздерінің өмір сүріп жатқанын көрсетпеу керек, және адамдарды басқалардың көзінше өлтіруге болмайды. Егер қандай да бір вампир осы заңдылықты бұзатын болса, Валтуре олардың басын алып өлтіреді. Белла одан сайын уайымдай бастады. Өйткені Эдвард өзінің вампир екенін Беллаға айтып қойды ғой. Ал бұл дегеніміз вампирлер заңында үлкен қылмыс. Каллендер отбасында Беллаға арнап арнайы кеш ұйымдастырады. Белла сыйлықтарды ашып жатқанда қағаз кесіндісінен саусағын жарақаттап алады. Қан тамшысы жерге түседі. Осы сәтте Джаспер өзін ұстай алмай Беллаға ұмтылады. Эдвард дереу Белланы қорғап қалады. Бірақ бұл жағдай оның жүрегіне қатты тиеді. Себебі Белла қасында жүрген сайын оның өмірі қауіпті екенін түсінеді. Осыдан кейін Карлайл Белланың жарақатын танып береді. Және қызға вампирлердің жандары қарғысатқан. Ал олардың ана өмірде баратын жері тек қана тозақ екенін айтады. Сол үшін де Эдвардтың Белланы вампирге айналдырғысы келмей жүргенін айтып түсіндіреді. Осы оқиғадан кейін Эдвард шешім қабылдайды. Ол Белланы орманға алып шығып, бәрі бітті деп айтады. Мен сені енді сүймеймін, бұл енді сен үшін қауіпсіз болады, деп қызды алдап, оны тастап кетеді. Каллендер отбасы түгелімен қаладан көшіп кетеді. Бұл Белла үшін өмірдегі ең ауыр сәт болды. Ол күн сайын Эдвардты күтеді, бірақ та ол қайтып келмейді. Айлар өтеді, Белла депрессияға түседі. Ол ешкіммен сөйлеспейді, бөлмесінен мүлдем шықпайды. Кадрда айлар өтіп жатқанын көрсетеді. Қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан. Белла тек терезеге қарап отырады. Бір күні түнде Белла сыныптас құрбысымен түнде келе жатып, өздерін шақырып тұрған байкерлерді көреді. Алдыңғы бөлімде Эдвард Белланы осындай бұзақылардан құтқарып қалған болатын. Сонда Белла осы жолда Эдвард мені құтқаруға келіп қалар деген үмітпен банда байкерлеріне әдейі жақындайды. Белла шынымен де Эдвардтың өзін тоқтатып тұрған сұлбасын көреді. Бірақ сонда да Эдвардты тыңдамай, байкердің артына отырып көшені бір айналып келеді. Осыдан қыз қатты адреналин алады. Осыдан кейін Белла адреналиннен Эдвардты көретінін біліп, енді тек қана адреналин бөлетін қауіпті заттарды іздеймін деп шешті. Сөйтіп ол ескі досы Джейкобпен қайта кездеседі. Ол Джейкобқа қоқыстан тауып алған мотоциклді жөндеуге көмектесші деп өтінеді. Белла байқай бастайды. Қауіпке барған сайын ол Эдвардтың даусын еститін болады. Сондықтан да әдейі қауіпті істер жасайды. Мотоцикл айдайды, биік жартастардан секіреді және түрлі қауіпті жерлерге барады. Себебі Эдвардтың елесін көргісі келеді. Джейкоб Белланың стрессте жүргенін біліп, оның көңілін көтеруге тырысады. Екеуі өте жақын араласа бастайды. Белланы ұнатып жүрген сыныптасы оны киноға шақырады. Сонда Белла қорқынышты кино көруді ұсынып, қасына Джейкобты ертіп шығады. Амалсыздан еріп барған сыныптасы қорқынышты кинодан қатты құсқысы келіп далаға шығып кетті. Кинодан шыққан кезде Джейкоб Беллаға жаймен деп сезімін білдіреді. Алайда Белла, сен маған өте керексің, бірақ та жігітім ретінде емес дейді. Осы кезде Белланың сыныптасы келіп, өзінің қорыққаннан емес, кино басталмай жатып құсқым келді деп түсіндіргісі келді. Алайда осындай майда нәрсеге Джейкоб ашуланып, оны ұрғысы келді. Бірақ та Джейкоб сабыр сақтап, өзінің не үшін ашуланып тұрғанын түсіне алмай, мен бұл жерден кетейін деп шығып кетті. Осыдан кейін бірнеше күн бойы Джейкоб Белланың қоңырауларына жауап бермеді. Белла қанша іздесе де, Джейкобтан ешқандай жауап жоқ. Джейкоб, пожалуйста, позвони.
Келесі күні қыз ормандағы үйдің ауласынан Джейкобты көреді. Джейкоб шашын қысқартып тастаған екен. Белла жігітке жақындап, мен сені қатты ауырып қалған шығар деп уайымдап келдім. Сол үшін де телефонға жауап бермей жүрген шығар деп ойладым дейді. Ал Джейкоб болса ашулы түрмен Беллаға бұл жерден кетіп қал дейді. Және өткен өміріңдегі қансорғыштарды есіңе алып жүре бер дейді. Дәл осы сөзімен Джейкоб вампирлер туралы шындықты білетінін ескертті. Джейкоб қатты өзгеріп кеткен. Ол өте күшті, ашуланшақ, үнемі жоғалып кетеді және денесі қызу. Келесі кадрда Белла орманда жүргенде алдынан вампир Лара кезігеді. Дәл осындай қорқынышты сәтте қызға Эдвард көрінеді. Және ол Беллаға бізді жақын маңда жүр деп Лараны алда дейді. Лара бұл жерге Викторияның тапсырмасымен келген екен. Естеріңізде болса, бірінші бөлімде Эдвард Викторияның жігітін өлтіріп тастаған. Ал енді Виктория Эдвардтың сүйіктісін өлтірмекші екен. Сол үшін Лараны жіберген. Лара Белланы өлтірейін деп жатқанда бұл жерге қасқырлар кіріп келеді. Лара дереу қаша жөнеледі, ал қасқырлар оның ізінен қуады. Белла дереу үйіне келіп, әкесіне орманнан үлкен қасқырларды көрдім деп айтып береді. Түннің ішінде Беллаға Джейкоб келіп, сондай ептілікпен үйінің терезесінен кіреді. Сөйтіп Джейкоб не үшін мінезінің өзгеріп кеткенін, яғни шын мәнінде қасқыр екенін мойындағысы келді. Бірақ та бұндай құпияны қасқырлар ешқашан адамдармен бөлісуіне болмайды. Сол үшін жай ғана жұмбақтап жеткізіп кетіп қалады. Ертесіне Белла Джейкобты іздеп барғанда, оның ауырып жатқанын көріп, және оның ауырғанына достарын кінәлап арасында біреуін ұрып жібереді. Белладан шапалақ жеп қалған жігіт қатты ашуланып қасқырға айналады. Сөйтіп Беллаға шабуылдай бергенде, үйдің ішінен Джейкоб шығып, Белланы қорғау үшін ол да қасқырға айналып, өзінің досымен төбелесіп кетеді. Осыдан кейін Белла қасқырлардың барлығымен танысып, олармен жақсы қарым-қатынаста болды. Жағажайда Джейкоб Беллаға өздерінің тайпасында кімнің қасқырға айналатыны ол қан арқылы келетінін айтады. Яғни бір әкеде 4 бала болса, ішінен тек қана біреуі қасқыр болуы мүмкін деген секілді. Және қасқырлардың ешқандай да адамзатқа тиіспейтінін, тек қана вампирлерге аңшылық жасайтынын айтады. Бірақ соның ішінде Каллендер отбасына тиіспейді. Егер де олар келісімшартты бұзбаса. Түсіндіре кетейін, Каллендер отбасы дегеніміз Эдвардтың отбасысы. Келісімшарт бойынша Каллендер қасқырлардың шекарасына өтіп кетпеуі тиіс. Сонда Белла, вампирлер өте мықты, сендердің оларға әлдерің келмейді ғой дегенде. Джейкоб кеше ғана Лара деген вампирді өлтіріп тастағанын жеткізеді. Белланың әкесі басқа да полицейлердің барлығын ерітіп, орманның ішінде үлкен қасқырларды іздеуге шықты. Дәл осы кезде орманда Виктория пайда болады. Ол Чарлидің досын қылғындырып көтеріп тұрғанда, Джейкоб келіп Викторияға шабуылдайды. Джейкоб Викторияны қанша қуғанменен вампир қыз оған жеткізбей, соңында суға секіріп аман қалады. Осы уақытта жартастың басқа жағында Белла Эдвардты көру үшін адреналин аламын деп биік жартастан суға секіреді. Ол судың астында өзіне қарай жүзіп келе жатқан Викторияны көреді. Сөйтіп Белла жанталасып жатқанда абайсызда басын тасқа ұрып есінен айырылады. Бақытына орай Виктория жетпестен бұрын Джейкоб келіп Белланы жағаға алып шығады. Ол қызға алғашқы көмек көрсетіп, Белланы аман алып қалды. Виктория оларға судан басын шығарып алыстан қарап тұр. Ол бұл жолы да Белланы өлтіре алмады. Джейкоб Белланы үй жағына әкелді және жақын жерде вампирлердің бар екенін сезіп, Беллаға көліктен түспе дейді. Бірақ та Белла Карлайлдың көлігін көріп, олар қайтып келді деп Джейкобты тыңдамай үйге кіріп кетті. Сөйтсе, шынымен де Белланы іздеп келген құрбысы Элис екен. Элистің бір қабілеті, ол болашақты көре алады, және ол Белланың қырдан секіргенін көрген екен. Сол үшін де уайымдап Белланы іздеп келген. Элис Белланың қырдан секіргенін көргенімен, оның қалай құтқарылғанын көрмеген. Сөйтсе ол Джейкоб қатысқан болашақты көре алмайды екен. Элис кеткен соң екеуі сезімге беріліп, енді сүйісейін деп жатқанда телефон шырылдайды. Телефонның арғы жағынан Чарлиді сұрайды. Джейкоб болса, Чарли үйде емес, ол өлікті шығаруға дайындалып жатыр деп телефонды тастап жібереді. Сөйтсе хабарласып тұрған Эдвард екен. Ол Розалиден Белланы өлді деген ақпарат естіген. Ал енді Эдвард өмір сүрудің мәні жоқ деп Италияға Валтуриге барады. Белла Эдвардтың өліп кетуіне жол бермеймін деп Элис екеуі жолға шықты. Элис Эдвард туралы болашақты көреді. Ол күннің ортасына шығып, көптеген адамдардың алдына шығып, өзінің вампир екенін көрсетпек болады. Ондағы мақсаты Валтури Эдвардты өлтіруі керек. Бұның барлығын Валтури өзін өлтірсін деп әдейі жасамақшы. Егер де вампир адамдарға өзін жариялайтын болса, Валтури оларды өлтіреді. Ал Валтури дегеніміз вампирлердің ең жоғарғы кеңесі. Олар вампирлер жайлы барлық заңды бақылайды.
Италияда адамдардың барлығы қызыл киімде. Өйткені бүгін әулие Марк Мирама жолда полиция тоқтатқандықтан Белла жаяу жүгіруге мәжбүр. Белла башняның алдына дейін жүгіріп келді. Эдвард күннің көзіне шығып, өзін жария етпекші болғанда, ең соңғы секундта Белла келіп оны құтқарып үлгереді. Я не могу жить в мире, в котором нет тебя. Валтури басшысы Аро бұл екеуін өзіне шақыртады. Аро кез келген адамның және де кез келген вампирдің қолынан ұстап, олардың ойын оқи алады. Ол Эдвардтың Белланы шынымен де сүйетінін, ғашық екенін көрді. Аро екінші болып Белланың қолынан ұстайды. Бір қызығы, ол Белланың мүлдем ойын оқи алмады. Бұған өзі де және айналасындағылар да қатты таң қалды. Валтури мүшесі Джейннің қабілеті өте күшті. Ол адамды да, вампирді де қасына жоламай-ақ қинай алады. Ол Эдвардқа қатты ауыртпалық жасап қинайды. Ал енді кезек Беллаға келгенде, Джейннің де қабілеті Беллаға мүлдем әсер етпеді. Алайда бұлардың заңдары бойынша, егер де адам вампир жайында шындықты білетін болса, оны өлтіру керек. Сол үшін де Аро Феликске Белланы өлтір деп бұйырады. Феликс қанша тырысқанымен, Эдвард оған қайта-қайта кедергі болады. Осылайша Эдвард пен Белланы өлтірейін деп жатқанда, Элис, мен болашақты көрдім. Белла біз сияқты вампир болады. Болашақта оны өзім вампирге айналдырамын дейді. Сонда Аро, Элис шын айтып тұр ма екенін тексеру үшін оның қолынан ұстайды. Және шынымен де Эдвард пен Белланың болашақта бірге вампир болып жүріп келе жатқанын көреді. Сол кезде ғана Валтури оларды тірі қалдырады. Белла мен Эдвард қайта қосылды, және Белланың үйінде Эдвард одан кешірім сұрайды. Ертесіне Белла Каллендер отбасына келіп, өзінің вампирге айналғысы келетінін айтады. Бірақ та Эдвард бұны қаламайды. Сонда Белла, ендеше дауыс берейік дейді. Сонда 5 вампир Белланың вампирге айналғанын қалаймыз дейді. Тек қана Эдвард пен Розали екеуі қарсы дауыс береді. Өйткені олар вампирдің өмірі қарғыс атқан өмір деп санайды. Эдвард пен Белла көлікпен келе жатқанда, жолдың бойында оларды Джейкоб тоқтатады. Орманға кіріп сөйлескенде, Эдвард Джейкобқа Беллаға жасаған жақсылығы үшін рахметін айтады. Ал Джейкоб болса, Каллендер отбасы мен қасқырлардың келісімшартын ұмытпадың ба деп сұрайды. Эдвард барлығы есімде дейді. Сөйтсе келісім бойынша Каллендер отбасының бір мүшесі адамды вампирге айналдыратын болса, екі ортадағы сыйластық кетеді екен. Және қасқырлар Каллендер отбасына шабуыл жасайтын болады. Соңында сөзге келісе алмай, Джейкоб пен Эдвард қырлайын деп жатқанда, ортаға Белла түсіп оларды арашалайды. Және Джейкоб Белладан көңілі қалып бұл жерден кетіп қалады. Белла Эдвардқа шарт қояды. Алдымен үйленеміз, сосын ғана мені вампирге айналдырасың дейді. Достар, фильм дәл осы сәтпен аяқталады. Егер де фильм сіздерге ұнаған болса, арнаға тіркеліп, лайк басып кетейік. Және бейнені достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.